Саламатсыздар ма? Тұңғыш президент қоры мен елбасы академиясының бірге оқу жобасына қош келдіңіздер. Есімім Әсет Бақтыбекұлы. Бүгін біз сіздермен ClassTime сервис арқылы TJB мен BJB-ні қалай жасауға болады екенін анықтаймыз. ClassTime деген сервис ол негізі премиум сервис, бірақ оның тегін версиясы бар. Тегін версияда айтатын бір балдық қана тапсырмалар жасауға болады. Егер сондай вариант сізге келіп тұрса, онда ход для учителя деген батырманы басамыз. Осы жерде біздің мақсатымыз мында қайттан жолдайық. Ход для учителя басамыз. Мында бірнеше вариант бар. Егер сіз тіркелмесеңіз болсаңыз, онда тіркелу жағына көшесіздер. Осы жерде Facebook және Google арқылы тіркелуге болады. Немесе мында вход деген басасыздар да тіркелген болсаңыз, онда өзіңіз Google аккаунт арқылы кіруге болады. Мен сол Google аккаунт арқылы сервистерге кіріп жүремін. Өз Google аккаунтын таңдаймын. Сосын бір неше уақыттан кейін мен басты бетке кіремін. Мен өзім бар TJB және формативті бағалау тапсырмалары менде тұр осы жерде. АКТ, ИКТ деген қалай жаңа тапсырманы жасауға болады. Жаңа суммативті бағалау тапсырмасын. Оны жасау үшін сіздерге новая группа вопросов деген батырманы басу керек. Мысалы, BJB информатикадан, информатика пәнінен BJB. Сохранить деген батырманы басамыз, сақтаймыз. Автоматты сақтап тұрады сұрақтарыңыз. Сонда мында новый вопрос деген опция бар, меню. Осы опцияның ішінде бірінші сұрақты жазамыз. Мысалы, Apple компаниясын кім құрды? Бірінші жауап Билл Гейтс болсын, екінші жауап мысалы Стив Джобс болсын, дұрыс жауап. Ал үшіншісі мысалы Павел Дуров болсын, контактен жасаған. Дұрыс жауабы мұнда Стив Джобс, соны белгілеп қоямыз. Содан кейін мұнда екі вариант бар. Картинканы қосып қойылады. Мысалы, Apple компаниясының эмблемасын жүктеп қойылады. Добавить изображение деген батырманы басамыз. Мұнда немесе интернеттен тауып, немесе компьютердің ішінен жүктеуге болады. Оны жауап қойасыз, немесе жүктейсіз, немесе YouTube видеоны осы жерге қосып қоюға болады. Ол YouTube видеода суммативканы бағалауда қажеттілік жоқ деп ойлаймын негізі, бірақ картинканы қосып қоюға болады. Картинка не үшін керек? Мысалы, сіз схема көрсетесіз ба, бір диаграмма көрсетесіз ба, бір процессті көрсетесіз ба, сол үшін бір картинка керек. Картинканы осы жерге лақтыру үшін өте оңай. Мысалы, мен любой картинканы таңдап осы жерге лақтыра саламыз. Сосын не істейміз? Сосын мында бір балл ғана. Мен кемшілігін жаңа басында айтқам, тағы айтып қойым. Осы ClassTime'да бір балдық қана тапсырмалар жасауға болады. Тегін аккаунтта. Ал егер премиум аккаунт сатып алсаңыз, онда 2 балдық, 3 балдық тапсырмалар жасауға болады. Бірақ негізі суммативті бағалауды мүмкіндік болса, дескрипторларға бөліп сап, сол 1 балдық тапсырмалар жасауға болады деп ойлаймын. Ондай мүмкіндік кейбір сабақтарда, кейбір пәндерде бар деп ойлаймын. Ал егер сіздің пәніңізге келмей тұрса, онда видеоны ары қарай көру қажеттілігі жоқ деп ойлаймын негізі. Создать вопрос деген батырманы басамыз. Сосын міне бірінші сұрағымыз тұр. Екінші сұрақты жасайық. Екінші сұрақ. Мұнда сұрақтардың түрі бар. Флашки бар. Флашки деген ол негізі бірнеше дұрыс жауаптары бар сұрақтар. Мысалы, осыны таңдасақ, онда программалар қайсысы? Осындай оңай сұрақтарды қойып қойық. Мұнда программалар аттарын белгілейік. Paint, мұнда Word болсын, ал мұнда программа емес, қателік жауап, мысалы MacBook, MacBook деп жазып қойық. Ал мұнда, мысалы, тағы қате смартфон, Сосын екі дұрыс жауап, мұнда Paint пен Word, соны белгілеп қоямын. Сосын мұнда бір проблема бар, бірақ балл тағайындауға болады. Соны есте салу жүрек. Мүмкін өзіңіз бағалайсыз, осы системаға сенбей өзіңіз қолыңызбен 2 балл бересіз осы тапсырма үшін. Ондай да мүмкіндік бар негізі. Создать вопрос деген батырманы басасыз. Соны үшінші вариант. Новый вопрос деген басамыз. Үшінші вариант қандай? Флашки емес, мысалы, правда, неправда. Я немесе жоқ. Мысалы,
Apple компаниясын 1988 жылы құрылды. Apple компаниясы 1988 жылы құрылды. Дұрыс па, дұрыс емес па деген екі вариант бар. Негізі ол дұрыс емес. Соны сақтап қоясыз. Тағы бір суммативтік бағалау тапсырмасы. Ну, вопрос, осы жерде енді тапсырманы толықтай жасамаймын. Жай ғана варианттарын көрсетіп жүремін. Текст деген тапсырма, ол қандай тапсырмалар? Олар оқушылардың сізде ұзақ тексті, мәтінді, эссені жаза алады. Эссе ретінде жауап бере алады. Тағы бір қандай мүмкіндіктер бар? Установить соответствие деген. Ол өте күшті нәрсе. Мысалы, екі категория болады. Сол екі категорияның бәрін, мысалы, бір тапсырма болады. Сіз сәйкестіресіз. Осы жердегі опция қайсы колонкаға сәйкес. Соның колонкадағын таңдайсыздар. Установить соответствие деген бар. Установить соответствие осындай бар. 1 плюс в ряде. Установить порядок бар. Ретін қойып қою керек. Мысалы, поколение языков программирования деген сұрақ бар. Қай тіл, бағдарламау тілі қай жылы шыққан? Мысалы, C++, Python, Pascal. Pascal үстінде тұру керек, Python астында тұру керек. Соның бәрін ретін жинақтау үшін осындай сұрақ құрастыруға болады. Сол осындай варианттар бар негізі. Соның бәрі тапсырманы бекітіп бітіргеннен кейін соң сіз жауап қоясыз. Міне сіздің сұрақтарыңыз осы суммативқа байланысты, БЖБ информатикаға байланысты. Мұнда негізі сыныпты белгілеп қояды. Мысалы, БЖБ информатика 8-ші сынып, 8-ші сыныпқа сохранить деген батырманы басамыз. Сосын мұнда предпросмотр деген батырма бар. Предпросмотрда көре аласыз. Балаларға жіберер алдында тағы рет көріп шыға болады. Қазір жүктеліп жатыр интернет. Сонда міне начать деген басам, мен қазір оқушы ретінде қалай мен оны көріп тұрамын негізі. Міне көріп тұрсыздар, оқушының терезесі осындай болады. Apple компаниясын кім құрды? Стив Джобс деп белгілейді. Соны ответить деген батырманы басады. Дұрыс деп сразу шықты, потому что дұрыс жауабын біз белгілеп қойғанбыз. Осыған дейін. Сосын мысалы екінші сұрақ, следующий деп басамыз. Программалар қайсы? Paint, мысалы мен MacBook деймін. Басып қалам, біреу дұрыс емес. Оқушыға сразу шығады. Apple компаниясы қашан құрылды? 1988 жылы, верно. Ответ бастаймыз. Дұрыс емес. То есть 33% деп оқушыға результатын шығарып қояды. Егер өзіңіз оқушыға предпросмотр деген ол тексеру ғой. Тексердіңіз, бәрі дұрыс болса, оқушыларға жібересіз. Жіберу үшін начать новую сессию деген батырманы басасыз. Сол начать новую сессияда мұнда негізі бір опциялар бар. Мысалы, перемешать вариант ответов. Сонда сұрақтарды бәрін әртүрлі ретте оқушыларға жіберіледі. Мысалы, бір оқушыға бір ретте жібереді, екінші оқушыға басқа ретте жібереді. Ол өте пайдалы деп ойлаймын. Показывать ответы сразу дегенді алып салу керек. Жаңағыдай жауаптар моментально шығып тұрмайды да, мұғалім тексеріп, бәрін сәйкестіргеннен кейін ғана өзіңіз жібересіз оған. Оны алып салуға болады. Разрешить одну попытку на вопрос. Осыны белгілеп қою керек. Суммативта бірақ попытка болу керек. Ол өте маңызды. Перемешать вопросы. Сұрақтарды реттерін ауыстыру керек. Сосын принять деп басамыз. Сосын міне біздің сумматив дайын. Сол суммативқа оқушылар қалай кіреді? Мына сілтеме тұр мұнда. Classtime.com деген сілтеме тұр. Соны копировать деп басамыз. Сол мысалы мен қазір Google Chrome басқа браузерден оқушы ретінде кірем осы суммативкаға. Оқушы ретінде кірем. Мінекей мен былай ашып жатырмын қазір. Classtime-ды. Мен осы оқушылардың жауаптарын real time, онлайн режимде көре аламын. Мысалы мен қазір оқушы ретінде кіремін. Жүктеп жатыр біздің сайтымызда. Міне мен көріп тұрмын. Мен симуляциям басталған екенін. Мына кодты мен сілтемемен бірге жіберу керекпін. Осы кодты оқушыларға. Оны да копировать етіп, оқушыларға жіберу керек. Сонда оқушы осы сілтемемен кірді, міне бірінші, екінші, олар есімдерін тереді, мұнда your name деп тұр. Есімдерін тереді, мысалы Әсет, есімім. Join деген батырманы басам. Сессия кірдім.
міне сессияға кірдім, міне жауапты бердім. Міне 1088 жылы құрылды. Сұрақтарын реттеп ауысып кетті көп тұста. Answer деймін, false деп. Сосын мен жауап бердім ба, жауап берген жоқпын ба, шықпайды. Ал негізі мұғалім терезесінде мен көптің, міне әсет деген оқушы шықты. Аты жөнін дұрыстап жазу керек. Үшінші сұраққа дұрыстап жауап бердім, міне галочка тұр, иә. Сосын екінші сұраққа next дейді ол. Apple компаниясы құрып, Bill Gates деп дұрыстап жауап бермейді бұнда. Екінші, мен уже екінші сұрақ көріп тұрмын, дұрыс жауап бермеген мұғалім ретінде. Және де үшінші сұраққа көріп тұрсыздар, MacBook Word программалар жауап берем. И міне мұнда получается дұрыс емес болып шықты. Потому что ода 2 баллдық тапсырма. Біз білеміз, что класстан 1 балға ғана бере алады тапсырманы. Сосын оқушылардың бәрін жауап бергенде осында тізім ретінде шығады. Сортировка жасаласыз по имени. Сосын біткеннен кейін мұнда экспорт деген батырманы басасыз. Сосын PDF форматында кәдімгідей бүкіл аналитиканы шығаруға болады. Ол аналитика сізге қажетті болады. Негізі ата-аналарға таратасыз ба, администрацияға таратасыз ба, мен көп тұстар. Бір оқушы тапсырды, 3 сұраққа қалай жауап берді, 33% пайызы. Қай сұраққа қалай жауап берді, соның бәрі мәлімет сізге PDF форматта беріледі. Назарыңызға рахмет. Бірге оқу каналымызға жазыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар.